Сәлем достар, всем привет. Біз жақында кино түсіретін боламыз. Бірақ ол кино үшін аярым не істеу керек бізге YouTube каналға? Ол үшін не істеу керек аяру? Бізге тіркелу керек. Біз аямаймыз. Қазір де түсіруімізге болады, бірақ ол киноның атын айтатын боламыз. Міне астында жазылып тұр киноның аты. Сіздердің бізге деген қолдауларыңыз өте маңыздырақ болады. Өйткені біз өте қатты қорқыныштылау қылып түсіретін боламыз. Бізде қорқынышты рөлде ойнайтын адам ол Кайтаме. Ол бізде мен қорқынышты рөлде ойнаймыз. Бірақ та қанша еңбегімізді ағызып түсіретін шығармын деген ойдамын. Түсіреміз әрине. Біз шаршамаймыз. Сіздер де шаршамаңыздар. Құр лайк басып көресіздер. Ода тұрған ештеңе жоқ. Сол, басқа не айтам? Подписчик етіңдер. Кішігірім, енді заттарыма распаковка жасаймыз. Кеттік па? Жақында ғана мынандай төсек алғанбыз. Экитажный. Қазір бірінші бізде тарақ қандасымдікі, тарақ анамдікі. Мынау садикте бауырым оқитын. Сол кезде шығарғамыз. Қаншасы? Біріншісін оқиды қаз. Мынау бізде Тани Санта ойнағанбыз. Тани Сантадан осындай сағат алдым. Маған аяр деген қыз түскен. Білесіздер ғой, оның ренжігенше WhatsApp-тағы деп сөйледім ғой. Сол қыз түскен маған. Мынаны папа маған алып берді. Папа мен мама жаңа жылға бізге айтпай, тосын сый жасап. Тағы да бізде бар. Айтамын, қаз тағы да бар. Айыруға да, дулатқа да келіп берген. Келесі бізде осындай макияждар. Бұл мамамдікі. Мына бізде тоналка. Білесіздер, тоналка. Мына екінші бізде крем. Қолға ғана жағатын крем. Үшінші, я? То есть, үшінші бізде осындай ең жарылғанда жағатын ол қызға бәрібір бола береді. Түсі жоқ, осындай. Помада ғой. Ең жарылса, тез көмек береді. Пока.